қыздар биыл тредста қудыңдар ғой сендер. Кіруге ұят қой. Бір қыз жазған: жүріп жүрген жігітім 15 гүл берді, это норм или стрём. Біреу жазыпты: 50 000 теңге берді жігітім, аз сияқты, қайта жүр. Қыздар, біз Қазақстанда тұрамыз ғой. Қазақстанда еркектің бір рабочий күні в среднем 12 000 мен 15 000 теңге аралығы ғой. Мысалы бір нормальный букеттер 30 000, 40 000 тұрады. Ол деген ана жігіт таңнан кешке дейінгі маңдай тер табан етімен тапқан 30 000 теңгесін саған 2 жұмыс күн қиып отыр. 50 000 теңге деген ол 3 күнін қиып отыр саған өз өмірінің, ойлашы. Таңғы 6-та тұрады, кешкі 6-та келеді. На то спорим, сол жігіттер өзінің шешелеріне онда беріп көрмеген шығар кейбіреуі. Қыздар, реально, ойбай, женская солидарность, бірдеңе, мен ең кереметке лайықпын деген сайында үйтіп қууға да болмайды ғой. Құдай көріп тұр ғой бәрін. Мен ойлаймын, бұл өмірдегі ең высокий вибрация ол рахмет айту, алғыста болу. Жігіт ешкімге ештеңе не обязан. Күйеуің болса уже обязан, я. Жігітің сені қуантам деп тырысып, барын салып жасап жатыр ма? Рахмет айта білу керек соған. Инстадан әр жерде мысалы бір қыздардың букеттерін көріп алып, менікі маған не дотягивает бірдеңе деп өздерін салыстырып не стоит. Может, ана сыйлаған жаңағы үлкен букеттің иесі тиран шығар. Может, ол сол букетке ақшаны арам жолмен әкелген шығар. Өзіңе адал жолмен келген сыйлықтың қадіріне жетіп рахмет айта білу керек, қыздар.